Баршаңызға қайырлы күн. Мен сіздерге бүгін жаңғақ пістелерінің рецептімен бөліскім келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысқа 2 жұмыртқаны жарып саламыз. Оның үстіне шым-шым тұз себеміз және қант саламыз. Одан соң силиконовый лопатканың көмегімен жақсылап араластырамыз. Енді біз ерітілген сары майды құямыз да тағы да жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте ұнды саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізу қажет. Ұнның барлығын салып болған соң үстеліміздің үстіне қамырымызды қоямыз да қалған ұнмен бетін сеуіп, бүтіндей бір тұтастай қамыр иіліп шығамыз. Енді жарты сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Біздің тестамыз дайын болды. Енді қолымыздың шетімен үзіп аламыз да біздің жаңғақ пістелеріміз ыдысына дөңгелек күйінде шариктер күйінде салып шығамыз. Ары кетсе 5-6 минуттай пісіп шығады. Ең басты қадағалайтын нәрсе ол біздің қамырымыз күйіп кетпеу керек. Сол жағына үлкен мән беріңіздер. Біздің жаңғақ пістелеріміздің арасында міндетті түрде вареный сгущенкаларды жағып шығамыз. Қалыңғышса грек жаңғақтарын ортасына салуға да болады. Дәл осылай видеода көрсетілгендей істеп шығамыз. Мен сіздерге жаңғақ пістелерінің ең оңай рецептімен бөлісіп отырмын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің видеомды қарағандарыңызға көп рахмет. Арнама тіркелуді міндетті түрде ұмытпаңыздар. Көп рахмет.